Сәлеметсіздер ме? Мен Хи-24/1 тобының студенті Иманбек Айзада. Бүгінгі менің алған тақырыбым бұлттық технологиялар. Бұлттық технологиялардың шығу тарихы. Бұлтты есептеу идеясы алғаш рет 1960 жылдары пайда болды. ақш-тағы компьютер ғалымы Джон Маккарти компьютерлік қуат, су немесе электр сияқты қызмет ретінде ұсынылуы мүмкін деп болжаған. 1990 жылдары виртуализация технологиясы дами бастады. Бұл деректер орталықтарын тиімді басқаруға мүмкіндік берді. Заманауи қоғамдағы маңыздылығы: жұмыс процесі оңтайландырады. Файлдарға әлемнің кез келген нүктесінен қол жеткізуге болады. Білім беру саласында онлайн сабақтар мен оқу материалдары бұлтта сақталады. Денсаулық сақтау, медициналық деректерді қауіпсіз сақтау және жылдам қол жеткізу мүмкіндігі. Бизнесте компаниялар деректерін сақтауға, өңдеуге және бөлісуге арналған икемді шешім алады. Экономикаға үлесі инфрақұрылымға кететін шығындарды азайтады. Шағын кәсіптерге технологияларды қолжетімді етеді. Жеке адамдар үшін фото, видео, құжаттар сияқты жеке мәліметтерді бұлтта сақтау қауіпсіз әрі ыңғайлы. Бұлтты технология дегеніміз не? Бұлтты технологиялар бұл ақпаратты сақтау, өңдеу және қолданушыға жеткізу үшін интернет арқылы серверлер мен қызметтерді пайдалану әдісі. Қолданушылар өз құрылғысында арнайы бағдарламалар орнатпай-ақ деректерге кез келген жерде, кез келген уақытта қол жеткізе алады. Негізгі идеясы: қолданушылар қашықтықтағы серверлер арқылы қызметтерді пайдаланады. Деректер, қосымшалар және есептеу ресурстары интернет арқылы ұсынылады. Бұл инфрақұрылым мен бағдарламалық жасақтаманы жалға алу сияқты жұмыс істейді, яғни сен тек пайдаланғанына төлейсің. Қоғамдық бұлт жалпы жұртшылық үшін жүйелер мен қызметтерге оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді. Электрондық пошта сияқты ашықтыққа байланысты қоғамдық бұлт қауіпсіз болуы мүмкін. Жеке бұлт ұйым ішіндегі жүйелер мен қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ол өзінің жеке табиғатына байланысты қауіпсіздікті арттырады. Ортақ бұлтты ұйымдар топтарына жүйелер мен қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Гибридті бұлт бұл қоғамдық және жеке бұлттардың қоспасы. Қызмет көрсету модельдері: инфраструктура as a сервис, инфрақұрылым қызмет ретінде қолданушыларға виртуалды серверлер, сақтау орындары, желілік ресурстар ұсынылады. Мысалдар көрсетілген. Артықшылығы: инфрақұрылымды толық бақылау. Платформа as a сервис, платформа қызмет ретінде қолданушыларға қосымша жасауға арналған орта ұсынылады. Артықшылығы: әзірлеушілерге оңайлық пен жылдамдық. Software as a сервис, бағдарлама қызмет ретінде дайын бағдарламалар интернет арқылы ұсынылады. Артықшылығы: орнатудың қажеті жоқ, кез келген құрылғыдан қолжетімді. Google платформа. Google компаниясының бұлтты есептеу қызметі. Ол әзірлеушілер мен ұйымдарға инфрақұрылым, платформа және дайын бағдарламалық қызметтер ұсынады. Негізгі қызметтері: Compute Engine, виртуалды машиналар, App Engine, қосымшалар жасауға арналған орта, Cloud Storage, бұлтта деректер сақтау, BigQuery, үлкен деректерді талдау, Firebase, мобильді және веб қосымшаларға арналған платформа. Артықшылықтары: Google-дің жылдам және қауіпсіз инфрақұрылымына негізделген, машиналық оқыту және жасанды интеллектпен интеграция, көп тілде бағдарламалау қолдауы, сенімділік пен масштабтылық. Қолдану мысалдары: жоғары тарифтік сайттар мен қосымшалар, деректерді сақтау мен өңдеу, онлайн білім беру платформалары, аналитика және AI жобалары. Бұлттық технология және киберқауіпсіздік. Неге қауіпсіздік маңызды? Бұлтта сақталған ақпарат, жеке мәліметтер, құжаттар, қаржылық деректер, хакерлік шабуылдар, деректерді жоғалуы немесе рұқсатсыз қол жеткізу қаупі бар. Негізгі қауіптер: деректерді бұзылуы, құпия ақпаратты таралуы, қате конфигурация, ішкі пайдаланушылардың қауіп, фишинг шабуылдары. Қорғау әдістері: деректерді шифрлау, бұлтқа жүктелетін барлық мәліметтер арнайы кодпен қорғалады. Көп деңгейлі аутентификация: қолданушы тек құпия сөзбен емес, SMS, email немесе арнайы қосымша арқылы кіреді. Резервтік көшірме жасау. Төртінші, жауапты ұйымдар мен стандарттар. Бұлтты технологиялар болашағы: жасанды интеллектпен бірігуі. Бұлтты платформалар AI мен машиналық оқыту алгоритмдерін қолдау үшін үлкен есептеу қуатын ұсынады.
Google Cloud AI, Amazon SageMaker сияқты қызметтер аналитика, бейнетану, сөйлеу, синтезі тағы да басқа мүмкіндіктер береді. Кәсіпорындар ақылды жүйелерді жылдам жасап, іске қосып жатыр. Екінші, шетке есептеу. Деректерді бұлтқа жібермей, сол жерде құрылғының жанында өңдеу. Мысалы, ақылды камералар, автономды көліктер. Артықшылығына келетін болсақ, жауап беру уақыты азаяды, желі жүктемесі төмендейді, құпиялық деңгейі артады. Қорытындылай келетін болсақ, бұлтты технологиялар қазіргі заманның ажырамас бөлігі. Олар деректерді сақтау, өңдеу және қол жеткізуді жеңілдетіп, жеке және кәсіби өмірді ыңғайлы етеді. Қазақстанда бұл сала қарқынды дамып келеді. Білім беру, бизнес және мемлекеттік қызмет кеңінен қолданылады. Болашақта жасанды интеллектпен және шеткі есептеумен бірігіп, бұлтты технологиялар одан әрі интеллектуалды, қауіпсіз және тиімді бола алады. Сондықтан бұл салада білім алып, дағдыларды дамыту болашаққа жасалған инвестиция. Назарларыңызға рахмет.